25 қазан мереке ғой, қандай мереке екен білесіңдер ма? Жоқ. Демаламыз ба? Қандай мереке? Не істейсің бұл мерекені, демалсақ болмай ма? Сонда сен не қандай мереке екен білгің келмей ма? Болсаң қызық емес пе? Не істейін бастық атып, демалсақ болмай ма? Қайқа барамыз, ойланыңдар сай. Жоқ, бұның дұрыс емес, Ерасыл. Я, дұрыс айтасың, Сандыр. Біз еліміздің мерекесін, тарихын, дәстүрін білу керекпіз. Кетті онда көп сөз астырмай, қандай мереке екен білейік. Кеттік. 1990 жылдың 25 қазанында Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Декларация Қазақстанда тұратын халықтарды топтастыру мен достығын нығайтуда бірінші дәрежелі міндет деп белгіледі. Ол мереке ұлттық мереке, республика күні. Тәуелсіз елдің өз парламенті мемлекетіміздің айшықты белгісіндей ата заңымызды қабылдап, қазақ тілі мемлекеттік тіл дәрежесін алды. Бірлік, татулық, ынтымақ. Халық осы үш ұғымның қадірін жақсы біледі. Қазақстан Республикасы жүздеген ұлт пен ұлыстың басын біріктіріп, ынтымағын жалғастырып отырған ұлы мемлекет. 2022 жылдың 16 шілдесінде ұлттық құрылтайда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық мереке мәртебесін республика күніне қайтаруды ұсынды. Құжатқа сәйкес республика күні, яғни 25 қазан ұлттық мерекеге, ал тәуелсіздік күні, яғни 16 желтоқсан мемлекеттік мерекеге айналды. Біз әрқайсымыз елімізді сүйіп, оның дамуына үлес қосуымыз қажет. Отанымыздың тарихын, мәдениетін білу, оны құрметтеу. Отан деген не өзі? Бәрі айта береді екен отан деп. Адам шыр етіп дүниеге келгенде кіндік қаны тамған жерін отан дейді. Отан дегеніміз адамның туып өскен жері, туған туысқандарымен, жақындарымен бірге тұратын ата мекені. Қазақ елінде тұратын адамдардың отаны Қазақстан Республикасы. Әр адамның отаны, туған жері, ыстық сезім, үлкен махаббат болады. Алысқа жолшылап кетіп, туған жеріне оралған сәтте тауы да, тасы да саған ыстық болып тұрады. Адамзаттың парызы туған отанын гүлдендіріп, сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу. Отан дейміз, От жаққан жерімізді, отан дейміз, өсірген елімізді, отан дейміз, туған жер, ата мекен, биік тау, орман тоғай көрімізді. Тәуелсіздік текке бізге келмеген. Ата-баба қанын төгіп терлеген. Қап, ар жағын ұмытып қалдым. Апай жаттасын деп еді. Осы не үшін күресіп, не үшін терлейтіндерін білмеймін.
соңғы 5 ғасырда 300-ден астам ұлт азаттық соғыстар мен көтерілістерді бастан өткерді. Олардың барлығы шыдамдылық танытты. Төрт аналар құтқару үшін, қорғау үшін болды. Олардың ішінде аталарымыз бен әкелеріміздің, барша жерлестеріміздің ең жақын, ең биік, ең нәзік сезімі бар. Төрт аналар өзгелер секілді ұлтымыздың жан дүниесінің өшпес киелі ордасы. Бұл төрт ана әр халықты ең қымбатты, сүйіспеншілікпен сақталған және құрметті киелі орны болған. Солай болып қалай береді. Өйткені туған жерге өз анандай терең сүйіспеншілік арқылы ғана халықтарды мәдениеті мен тарихына құрмет көрсетіледі. Туртана деген не өзі? Менде тек бір ана ғой, туртана қаяқтан тауып алған. Тағдырыңды тамырсыздық індетінен қалқала. Мазмұн жоқта мазмұнсыздық шыға келер ортаға. Әр адамда өз анасынан басқа да ғұмырына етер мәңгі астана. Демеп жүрер, жебеп жүрер арқада. Болу керек құдіретті төрт ана. Туған жері түп қазығы айбыны, туған тілі мәңгөнеге айдыны, жан байлығы салт дәстүрі тірегі, қадамына шуақ шашар үнемі. Және туған тарихы еске алуға қаншама ауыр әрі қасіретті болса да, құдіреті жоқ төрт анаға тең келер, онсыз санаң қанбаққа ұқсап сенделер. Өзге ананың ұлылығын танымас, төрт анасын менсінбеген пенделер. Төрт анаға сезім таба алмаған, тамырсыздық баса қайда қалмаған, төрт ананы сыйламаған, халықтың ешқашанда бақ жұлдызы жарылмаған. Қасиетті бұл төрт ананың тағдырының тынысы, төрт ана болған үшін күрес-күрестердің ұлысы. Қуаныштың көптен күткен, құтты
Наурыз білесің бе? Сонымен 4 ана. Біріншісі отан, екіншісі тарих, үшіншісі туған жер, ал төртіншісі Сосын туған тіл. иә дұрыс. Мен қай тілде еркін сөйлеп, оқи алам, нан, жұмыс таба алам. Сол тіл менің өз анам. Жоқ құрбым, қателесесің. Өз ұлтының тілін, салтын, парқын сүю арқылы күллі әлемдік биікке өрлеп ардақтайсың жалпыны. Мейлі 10 тіл, тіпті 100 тіл меңгерген далбаса, өз ұлтының тілі менен рухы ой санана іргетас болып қалмаса. Балалар, біз айтысып кеттік қой. Балалар, айтыс олай болмайды, айтыс олай болады. Күндесет шыққан мынау бекарыспын, білімменен ұстаздарға мен таныспын. Басында құттықтап мерекемен сәлем беріп, басында салтыменен сөз жарыстым. Сыныптаспен кездестім, сөз жарыста. Бүйте берсек шабамыз ғой біз алыста. Қошеметтеп қойыңыздар бәріңізде, қол соғып, қарақат пен бекарысқа. Өнеріммен мен бүгін көпті өзіме қаратам. Бұлай түсті бүгінгі өз пайдама жаратам. Алладан болсын шапағат, көптен болсын қанағат. Алдарына шығып тұр Көшербаева қарақат. Республика күні деп жиналған мынау халайық. Алдыменен сіздермен амандасып алайық. Тәуелсіздік күн ұланып, ертеңіне біздің күнімнің. Білмен емес білікпен оза шығып шығайық. Көрейік жырымызды осы жақыт, біздерге сын болады осы уақыт. Айтады кемшілікті дос жылатып, білімге ізденуден талмайсыңдар. Кей кезде өз өздеріңді алдайсыңдар. Өйткені кітапты емес көп уақыт телефоннан көздеріңді алмайсыңдар. Тағуға неге осы соншалықты құмарсың? Алдыменен қыздарды сынап бірден шығарсың. Өзің айтқан кітапты оқысаңдар жігіттер, неге онда білмеймін партасына бұғасын. Біздерге мирас болған өлең несіп, қайтеміз бір есікті бөлегесіп, одан да достық туын биік ұсып, жүрек бауыр болып көмектесіп. Біз емес қой жоқ жерден іздеп мінді қазатын, кешігіп кеп сабаққа сылтау іздеп табатын. Оқулық үйде қалғаны бұлай тұрсын сыныптас, қалам таппай кей кезде жүресіңдер жазатын. Болсын қазағым республика күнімен, бәр қауым танысын әнұран үнімен. Азаттықтың көк гүлі желбіресін көгінде, бар жақсы орнасын егемендік елінде. Қазақ аты танылсын, барлық әлем жұртына, таң қалсын да таңдалсын, салт дәстүрі ғұрпыма. Айша, білесің бе, бүгін ерекше күн болды. Тәуелсіз елдің ұрпақтары ұлы күннің ұлықтаса керемет емес пе? Дұрыс айтасыз, еліміздің болашағы жастар. Сондықтан республикада біліп қою емес, білім еңбек етудің парызы. Жарқырап жанған күндей азаттығы, көрінер ұлтымның дағы жаптығы. Республика күнімен құттықтаймын, өткен ол ұлт күні, қазақ күні.